гүлденген әлем, солдан сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі видеода біз өзімнің ағаш орда мемлекетіндегі бірнеше күндердің қалай өткенін айтып беретін боламын. Жұрттардан қаламыз ғой, енді бізде осылай мемлекет ашып дамытып көрейік. Енді видеоны бастала салып, біз Ред екеуміз қырылып кеттік. Неге десеңдер, по приколу, біз еще Магамен қырылғанбыз бағана. И потом біз Даянмен қырылғанбыз. Төртеуміз бір-бірімізден қырылып жүрміз, ал осы жерде бір-бірімізді өлтіре алмай. Бағана Ред екеуміз осы видеоны түсірмес бұрын негізі сөйлесеміз деп ойлағанбыз, бірақ бізді серверден шығарып жіберді, мердім шығарып жіберді бізді. Сосын мен мына жаққа ерігіп кірдім, көріп тұрғандарындай, и потом шығып аналарды іздеп зомбимен қырылып қайтадан кетіп қалдым. А вот ол жақта Мага жүр. Біз екеуміз әлде қырылып жүрміз, ол мені өлтіреді. Қырылып болғаннан кейін біз әйтеуір бір тамақ ішіп алайық дедік. Өйткені алдына қамқор деген ол мемлекет ешкім. Короче, енді бәріміз жиналып, біз осы аралдан кетіп, бір жақсы жерге көшіп, сол жақта біздің мемлекетімізді дамытайық деп ойлағанбыз. Бірінші тамақ ішіп алайық деп тамақтан бастадық осылай. Одан кейін жүріп тағы да осындай жетектерді алып алдық. Өйткені біраздан кейін бізге керек болады. Білетіндей біздің персонаж ашқарақтар бірден осы сырғыз қардан ашып шыға келеді. Сосын мына жақта Мага мені өлтірмекші болды. Сосын мен бәрі өлмей қалып. Көріп тұрғандарындай біз мына жақтан түлкіні тауып алдық. Сол түлкімен айланып кішкене жүре тұрдық осы жерде. Деп жүргенде уже кеш болып қалды. Біз деген ағаштардың бәрін алып, сразу қайық жасап, мына жақтан кетейік деген ой болды. Әрине егер үлгерсек. Және мен перістік жасап, сразу осы қайықта жасауға көштім. Бәрімізге бір қайық жасап бағаннан кейін енді осы жақтан кетуге дайындалдық. Бірақ дала деген кәдімгідей қап-қараңғы болып кетіпті уже. Біз осы жерден кетуге сразу өзенді іздедік, чтобы бүйтіп ағып кету үшін, короче. Жан-жағымыздың бәрі зомби, скелет, біз әйтеуір тез паника етіп, осы қайықты қойып, мен ана жақта қалай қайыққа отырады деп тупик етіп қалдым. Сосын Мага болып қалды. Оны зомби отыртса, сосын мен солай тез жүрді, зомби албасты. Сосын мен ана жаққа қашып, ана жаққа отырайын деген ой болды менде. Енді сол қайыққа отырайын деп жатқан кезде мен қайыққа қалай отыратынын ұмытып қалдым, короче. И потом анау Магалар, короче, маған соқта күт дегеннен кейін мен күтіп қалдым. Қысқасы Магалар осы жақта бізді күт, қазір біз барамыз деді. Мен қайыққа қалай отыратынын білмей, өзім кетемін деген ой болды, бірақ мен бәрібір кете алмадым. Сол өзіміздің мирға қайттан оралдық. И сразу көзім ашсам, Медведь аты. Короче, ведьма шықты. Сол ведьмамен қырылайын деп отырмын, кәдімгідей барынша оны өлтіруге тырыстым екен, ол көп қозғалмайды екен, шүкір соған. Бірақ ол мені бәрі өлтіріп тастады. Осы серияда мен неше рет өлгенін білмеймін. Сосын оны Мага екеуміз жабылып өлтіріп тастадық деп спойлер айтып өтейін. Вот, өліп қалды, короче. Сосын біз мына жерде скелетті көріп, мен соны ұра алмай тупик етіп, менде Майнкрафт қатып отыр еще бір жағынан, короче, мен ұра алмай тұрмын. Сосын Мага келіп маған көмектесті. Бірақ қамқорды біреу өлтіріп кетті мына жақта, короче. Бірақ сосын мені де өлтіріп кетті. Короче, солай өліп тұрып жүрдік мына жерде. Мыналар өліп түрде бергенше, мен сендерге осы ағаш ордадағы жаңалықтар туралы айтайын. Жақсы, бұл мемлекеттің президенті, ол мен, әрине, басқа кім болады енді. Ол мен уақытша президентпін осы жерде. Егер біраз уақыттан кейін мен бәрібір жақсы рөл ойнасам, мен бәрібір президент болып қаламын. Оны мен қалам ба қалмаймын болғанын сендер шешесіңдер. Телеграм каналға өтіп, сол жаққа тіркеліп қойыңдар. Сол жақта жақсы жаңалықтар шығып қалады. Және мен осы ағаш ордаға жаңа заңдар орнатқан болатын. Онда мен телеграм каналға салдым, короче. Айтпақшы, осы мемлекеттің серверін құрған ол Нурис. Осы видеода болған барлық адамдарды мен описанияға қалдырамын. Аккаунттарына кіріп тіркеліп кетіңдер. Короче, енді таң атты. Таң атқаннан кейін біз інім, короче, и және де Мага үшеуміз осы аралдан кетуді жоспарладық. Енді басқа қайда барамыз деген сияқты. Сосын осы Маганы зомбиді өлтіруге мен көмектестім.
Ал одан кейін біз осы бізге інім бізге неше түрлі қарулар жасап берді. Ағаш керкі, топор, қылыш деген сияқты бізге жасап берді. Және оны Магайға да берді, короче. Магай қазір ағаш қазып тұрқа, сосын алады. Мен оны қазір ұрып көрсем. Наконец-то ол қару-жарақтарды алды, ал біз енді кеттік. Әрине біз ары қарай ормандан бүйтіп барып басқа өзенге барып кеткен, біз жақта өзен бір қып-қысқа сразу бітіп қалды біздің көз алдымызда. Және мен бірінші бізге тамақ керек болды. Өйткені біздің бәріміз аштан өлейін деп жатырмыз. Және мен өзіме аң аулауға шығып кеттім, короче. Сосын менің алдымнан қой шықты. Мен қойды оны өлтіріп, сразу бауыздап, өзінің етін алып алдым. Және бізге төсек жасауға бұл да керек болады алдағы уақытта, әрине. Жердің бетіндегі тамақ аз болып, мен сразу балықтарды өлтіруге кірістім. Өйткені оларды бір удардан өлтіріп тастайсың, және маған зомби де келе жатты, бірақ мен итеріп қашып кеттім, короче. Содан кейін қайттан балық аулауға кетіп, сразу оны өлтіріп алып алдым. Бірақ бұны өлтіру мен үшін сәл қиын болды. Өйткені бұл өзін ұстатпай қойды кәдімгідей. Әйтеуір оны алып, мен шығып кеттім. Тамақ тауып болғаннан кейін мен өзім достарыма барып, олар бәріне тамақтарды бердім. Өйткені олардың өздерінде қыпылары аз болып, аштан өліп жатқан жағдайларда бар екен. Әйтеуір оларға тамақ беріп, осында күттім. Жағдайын ойлап отқанда менің өзімді біреу аяқта атып жатыр екен. Кім десем, оказывается, ол зомби екен, трезубец бар ше. И потом мен өзімнің жарта қыпым қалды да, менде өзі тамақ бар ма десем, өзімде бар екен. Сосын 2 балықты алып жеп алдым. Сосын братишкам бізге жаңадан құралдар жасап беріпті. Мен әлі ағаштарды қолданып біткерген жоқпын. Ол бізге блоджектен жасап берді. Сосын біз жүріп қасқырды көріп қалдық. Сосын мен қасқырға беріп едім, ол баста оған тоймай қалды. Ладно, кеттік онда. Бірақ біз әлі бір нәрсе жасаған жоқпыз. Ол қайық жасап, осы жақтан кету. Біз әйтеуір өзен тауып, осы қайықтарымызды қойдық. Ал енді қайықтарды қойып, біз отырып, сол жақтан кеттік. Көріп тұрғандарындай осы түн батып жатыр. Ал бізге таң атып, осы таң атқанша осы қайықпен жүре беруге де болатын еді. Өйткені зомбилардан қашуға тоже бұл жақсы мүмкіндік еді. Әйтпесе біз зомбилар өлтіре берді, біз әлі қой тапқан жоқпыз, солай қиналып қалдық. Ал енді осы жүре бергенде біз бір аралды таптық. Ұзақ жүрген жоқпыз өзі, бір-ақ минут жүрдік. Сол 1 минуттан кейін әйтеуір тоқтап, қалай жүреді деп мен тормоз етіп қалдым. Бірақ әйтеуір кеттім. Демей қойын, осы жақын жерге тоқтадық бәріміз, өйткені ары қарай уже жол жоқ екен. Содан кейін біз бір жаққа тоқтап, зомбилармен қырылып алдық. Және сол сәтте Маганы өлтіріп кетті зомби. Өкінішке орай. Сонда біз қамқор екеуміз қалдық. Яғни інім екеуміз. Сосын Мага шығып кетті ойыннан, шаршап кетті ау деймін. Енді ол бізді табылмайды ғой бұл жақта жүргенде. Одан кейін біз зомбиді өлтіруге тырысқанда менің нем қысылып қалды, короче. Сосын зомбиді алып Маганың заттарын мен барлығын түгендеп, сразу осы жердің ішіне кіруден басқа бізде амал қалмады. Сосын осы жақта еще шахта қазу деген ой болды менде. Сосын біз осында кіріп, десем ол, короче, өзім есік жасайын көте тұрыш деп, короче, өз есік жасауға кетіп қалды. Есік жасайын дегенше мен жаққа файкалға қойып қойдым. Өйткені тас қараңғыда отырмау үшін мен жағым осы жақта бір көмір бар екен, сол көмірді жалып алдым. И наконец-то бұл братишка есікті қойды. Енді бізге осы жерді қазу керек, тыныштығын бітірмей отырғанша, короче. Ал енді біз кірканы алып, мына жақты қазамыз. Сосын біз біраз сәл дамып алдық, және осы сандық жасап қойдық та, сандыққа өзіміздің бүкіл заттарымызды салып қойдық. Өйткені қазір өліп қалсақ, бәле болады дегендей. Содан кейін біз енді далаға шығайын десем, короче, менің інімді аяқтан 3 скелетті көріп мен шошып кеттім. Алдыңғы серияда мен скелеттен мен травма қойғам достар. Енді тренер еткен кезде мына братишканы шақырып алдым, бірақ бұл әлі өледі, қыз қарап отырыңдар. И потом өзіме керек заттарды, қорғануға заттар іздейін деп алдым. Бірақ бұл мені тыңдамай, көрші кетіп қалды, қыз көресіңдер ғой. Сосын мен аяқтан блоктарды алдым, чтобы қыз қорғану үшін сразу бізге айтса, бүйтіп қоясың ғой жерге. Сосын сразу мен есікті алып қойдым, жаңа айтқандай. Сразу жаптым. Өйткені біз қазір өледі, біз анық еді, бізде не тамақ жоқ, не төсек жоқ, не қой жоқ. Көрсе, сондай проблема кіріп қалдық. Сразу жер тауып алыңдар өз выживание жасаған кезде. Біз сосын мен осыларға қашып жүрген кезде мен бәрі артынан ұстап жатыр кәдімгідей. Сосын аяқта мен қойды көріп қуанып кеттім, чтобы ұстап оны өлтірейін деп. Бірақ аяқта қамқорды өлтіріп кетті, короче. Енді мен бір өзім қалдым. Енді мен ойлап тұрмын ғой, қатыналарды өлтірем деп, сразу жандарына барып, типа герой болып, криперға ұстап қалады деп ойлап қалмаңдар, енді ұстамаймын, сразу жарып кетеді бұл қыз.
и мені өлтірді достар. Сосын соңында менің ерім шыдамай шығып кеттім.